міне үкінің мына шетін тоқып бітірдім, мына гүлін де тоқып бітірдім. Енді мынау жапырақты тоққанымды көрсетейін. Мынаны өткенде айтқам, кергіштің өлшемі үлкен болғандықтан мынаның астына үстіне бөлек алып отыратын болдық. Өйткені мынаның бетінен алған ыңғайсыз екен. Міне осылай алып, мынау кесенің ұзындығын біреуін ұзын, біреуін қысқа қылып алып отырамыз. Өйткені переходты көрсету керек. Бұл жерде бұл сурет картина болғаннан кейін бұл кестелеген кезде кем дегенде бір түстің 3 тоны болу керек. Мысалы жасыл түс болса, қою жасыл, ортасы жасыл және ақшыл жасыл. Сол 3 жасыл переходпен кестелей береміз. Міне осылай кестелейміз. Бірін ұзын, бірін қысқа қылып алып. Енді келесі түсті алған кезде мынаның ортасынан аламыз. Әр жаңағы кесте тігістерінің соның орталарына кіргізіп береміз. Міне мысалы мынау тігіс болса, соның арасына, екеуінің арасынан аламыз. Бұл келесі түстен де біреуін ұзынша, біреуін қысқа қылып алып отырамыз. Міне әр тігістің ортасынан аламыз. Дәл тура мына тігіс біткен жерден алмаймыз, екі тігістің ортасынан кіргіземіз. Сол кезде переходтар, екі түс, үш түстің переходтары бір-біріне үлесіп әдемі көрінеді. Міне мына сияқты. Жасыл арасына біреуін ұзынша, біреуін қысқаша қылып отырған кезде. Ал енді мына гүлдердің де ортасы сондай, міне қызыл мен темный қызыл. Ал мынау жолақтарды мен өткенде көрсеткендей тіксе болады, бірақ та оны да астына үстіне алып отырып.